біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспейтіндігінің, рас сөзі аз болатығының, қызметке таласқыш болатығының, өздерінің жалқау болатығының себебі не? Хамма ғаламға белгілі данышпандар әлде қашан байқаған. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтаншақ келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз, надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтемнің басқа ойының жоқтығынан, өзге егін, сауда, өнер, ғылым, солар секілді нәрселерге салдыса бұлай болмас еді. Әрбір малыз деген малың көп болса, өзімдікі де, балаларымда да малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ. Өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық болса, арызы жеткендік, сыйы өткендік, байлық қызметіне біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ал қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек, я болмаса орынсыздығынан елден кетпек. Әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай ала ма? Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айырылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әрбірден соң сыртымызға шықты, шауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке, болыстық, билікке таластық. Сонан соң, не момынның баласы бөтен жаққа шығып, еңбек қылып, мал іздемейді. Егін сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өзі осындай таласпенен кісі көбейтеміз деп, партия жиғандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сататта жүреді. Ұрылар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүймес еді. Ел екі жар болған соң, кім антышып, ақтап, арамдығын жақтап, сүймеймін десе, соған жақ болып, сүйеймін десе, соған жақ болып, сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше асырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер, өтірік, шапты, талады деген әртүрлі уголовный іс көрсетіп арыз береді. Оған дознание, тергеу шығарады. Өтірік көрмегенді көрдім деуші куәлерді әлде қашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамсыз үшін. Ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі, соттадан болып, ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандар өзі құлық арамдықпенен болыстыққа жеткен соң момынды қадірлемейді, өзіндей арам құларды қадірлейді. Өзіме дос болып жәрдемі тиеді деп, егер қас болса бір түрлі өзіме де залалын жасауға қолынан келеді деп. Осы күнде қазақ ішінде ісі білмес, кісі білер деген мақал шықты. Оның мәнісі ісінің түзулігінен жетпессің, кісінің амалшы, айлалығын жетерсің деген сөз. 3 жылға болыс сайланады.
Evvelgi sıla seni biz saylamadık mı dep elдің бұлдыңғандығынан күн өтеді. Екінші жылы кандидатпен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап қалып, тағы да болыс болып қалуға болар ма екен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылықпен тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң, менің ойыма келеді. Болыстыққа сайлаймын деген кісі бәлен қадірлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, уездный начальникпенен военный губернатордың назначениесімен болады десе, бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Оның себебі әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалы. Екінші, назначениемен болған болыстар халыққа міндетті болмас еді. Ұлықтарға міндетті болар еді. Және назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді. Бәлкім жоғалар еді. Және әрбір болыс, әлде старшина басы бір би сайланғанды. Бұл халыққа көп залал болғандығыны көрініп, сыналып білінеді. Бұл билікке деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі жолын, әз Тәуке ханның Күлтөбенің басында күнде кеңес болғанда жеті жарқысын білмек керек. Сол ескі сөздердің қайсы заман өзгергендікпен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспейтін болса, оның орнына татымды толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты. Би екеу болса, дау төртеу болады деп. Оның мәнісі тақ болмаса, жұп билер таласып, дау көбейте береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше әрбір болыс елден толымды, білімді ұшақ кісі билікке жыл келсілмей сайланса, олар түссе, жаманшылған әшкере білгендікпенен түссе, әйтпесе түспесе. Ол билерге дәугер адамдар қалмай, екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне біреудің посредникке сайлап алып, біте берсе, егер оған да ынтымақтаса алмаса, бағанағы үш бидің біреуін алып, яки жеребемен сайлап алып жүгінсе, сонда дау ұзамай бітім болар еді.